Сәлеметсіздер ме білім алушылар? Бүгін біз Қазақстан Республикасының азаматтық құқығы ерекше бөлім пәні бойынша сатып алу-сату шартының жалпы сипаттамасы дәрісін жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен жоспар бойынша 3 сұрақты қарастырамыз. Бірінші сұрағымыз қарастыратын келісім шарт жасасу шарты, екінші энергиямен жабдықтау шарты және кәсіпорынды сату шарты болып табылады. Келісім шарт жасасу шарты бойынша ауыл шаруашылық өнімін өндіруші өзі өсірген, өндірген ауыл шаруашылық өнімін ұқсату немесе сату үшін осындай өнімді сатып алуды жүзеге асыратын дайындаушы тұлғаға беруге міндеттенеді. Бұл келісім шарттың ерекшелігі мұнда объект ретінде ауыл шаруашылық өнімі болып табылады. Келісім шартты жасасу тәртібі. Ауыл шаруашылық өнімін өндіруші өзі өсірген өнімін дайындаушы тұлғаға ұқсату сату үшін беруге міндетті болып табылады. Тауары беру шартының ережелері қолданылады. Дайындаушының міндеттері өнімді қабылдау және тасымалдауды қамтамасыз ету. Егер шартта өзгеше көзделмесе, сондай-ақ өнімін сапасын стандарттарға сәйкес анықтау, ұқсату қалдықтарын қайтару мүмкіндігі болып табылады. Өндірушінің міндеттері шартта көзделген мөлшерде, сапада және түр-түрде өнім беру. Бұл шарт бойынша жауапкершілік кінәсі болған жағдайда жауапты болады. Энергиямен жабдықтау шарты бойынша энергиямен жабдықтаушы ұйым абонентке, яғни тұтынушыға жалғанған желі арқылы энергия беруге міндеттенеді. Ал абонент алынған энергия үшін ақы төлеуге, сондай-ақ оны тұтынудың шартта көзделген режимін сақтауға, өзінің қарауындағы энергетика желілерін пайдалану қауіпсіздігін және энергияны тұтуға байланысты пайдаланылатын аспаптар мен жабдықтардың ақаусыздығын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Бұл энергиямен жабдықтау шарты жария болып табылады. Энергия мөлшері, сапасы және ақы төлеу тәртібі шартта белгіленеді. Абоненттің энергияны басқа тұлғаға беруі энергиямен жабдықтаушы ұйымның келісімімен ғана мүмкін. Кәсіпорынды сату шарты бойынша сатушы тұтас алғанда кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатып алушының меншігіне беруге міндеттенеді. Бұған сатушы басқа тұлғаларға беруге құқығы болмайтын құқықтар мен міндеттер қосылмайды. Сатушы кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатып алушының меншігіне береді. Қызметкерлерге қатысты құқықтар мен міндеттер еңбек заңнамасына сәйкес ауысады. Лицензия негізінде құқықтар заңда өзгеше көзделмесе ауыспайды. Бұл шарттың нысаны жазбаша түрде тараптардың қолы қойылған бір құжат дайындау арқылы жүзеге асырылады. Тараптардың келісімімен шарттың құны анықталады. Шартқа қол қойылғанға дейін түгендеу актісі, бухгалтерлік баланс, аудиторлық есеп және борыштың тізбесі жасалуы керек. Кредиторлардың құқықтары. Сатушы кредиторларға сату туралы хабарлауға міндетті. Кредиторлардың талап қою құқықтары заңда көрсетілген. Шарт бойынша кәсіпорынды беру өткізу актісі бойынша жүзеге асырылады. Ал құқықтардың ауысуы ол мемлекеттік тіркелуге жататын мүлікке құқық тіркелген кезден бастап ауысады. Қалған мүлікке актіге қол қойылған кезден бастап. Кодекстің мәмілелердің жарамсыздық салдары туралы және сатып алу-сату шартын бұзу мен өзгерту туралы ережелері осы шартқа қолданылады.